Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда жүзім жемістерінің ең қауіпті ауруларының бірі жайлы айтамыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, каналға тіркеліңіздер. Видеоның соңында бір лайк баса кетіңіздер. Қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Енді мынау бақшамыздағы жүзімдеріміз өте керемет, әдемі болып жеміс түйіп тұр. Пісуге жақындап келе жатыр бұйырса. Керемет, жаман емес. Енді осындай жүзімдер жаздың күндері осындай ысыларда пісуге жақындағанда осындай жемістері солып қалып, ағып кетіп, бүрісіп қалып, жеуге жарамсыз болып қалып жатады. Енді көпшілігіңіз көрген шығарсыңыз. Осындай жүзімдер жаздың күндері осындай пісуге жақындағанда ауырады. Енді былтырда жүзімдеріміз жақсы жеміс берген, сол кездері де осындай жүзімдерге жаңағыдай ауру келіп, мынандай жемістері солып қалып, ағып кетіп, жарамсыз болып, где-то бір 30% сондай аурумен ауырып, 30% кетті. Ол кезде мен ешқандай препарат сепкен жоқпын былтырғы жүзімдеріме. Енді биыл жүзімдерімде осындай бір-екі солқымында осындай басталып келе жатырғанда, мінекей мынандай болып, жаңа басталып келе жатқан кездері осының жаңағыдай жемістерін, ауырған жемістерін бүйтіп солқымын алып тастаған жоқпын. Былай қолмен түсіріп жібердім. Өзі ауырып тұрған кездері жаңағыдай ағып кетейін деп тұрған жүзімдер, солып тұрған жүзімдер өзі қолың тигізсең түсіп қалады. Бәрін деп түсіріп тастап, жаңағы Топаске деген препарат шашып шықтым алдын ала 20 шақты күн бұрын. Енді мінекей қазір көз тимесін. Содан кейін ешқандай ауырған жоқ, жүзімдердің бәрі аман. Биыл Топаске деген препаратты шаштым. Соның пайдасы жақсы тиді мына жүзімдерге. Көріп тұрғаныңыздай бәрі әдемі болып пісейін деп тұр бұйырса. Былтыр енді оны шашқан жоқ едім. Былтыр 30%-тей жаңағыдай аурумен кетті, ағып кетті, жеуге жарамсыз болып қалып. Енді биыл жаңа препаратты шашқаннан кейін жемістері өте жақсы. Енді мына екінші қапталымда әлі қышқыл, әлі пісуге ертелеу жүзімдерім бар. Соған енді жаңа Топаске деген препаратты шашамыз. Оны қалай шашу керек, қалай жасау керек, қазір сіздерге көрсететін боламын. Егер жүзімдеріңіз осындай болып, жаңағыдай жемістері қызарып, босап, ағып кетіп жатса, жаңағыдай бүрісіп қалып жатса, жарамсыз болып қалып жатса, жеуге жаңағы Топаске деген шашсаңыз өте жақсы әсерін тигізеді, көмегін тигізеді екен. Аурудың алдын алуға, аурудан құтылуға. Қазір соны жасап сіздерге көрсетемін. Мінекей мынау жаңағы Топаске деген препарат, жаңағы жүзімнің жаңағыдай солып қалып, бүрісіп қалып, ағып кетіп жатқанына өте жақсы көмегін тигізеді. Осы препарат Топаске деген. Осыны қазір жасап жүзімдерге шашамыз. Өзі ішінде ампула болады, кішкентай шөлмек, 2 миллиграмм. Соны мына 10 литр суға еземіз. Ашамыз. Мінекей ішінде өзі мынандай осындай ампулада осыны 2 миллиграмм, осыны 10 литр суға еземіз. Су сынады. Жақсылап араластырамыз. Мінекей 10 литр жылы су. Жақсылап араластырып 15-20 минут қоямыз да, сосын жемістерімізге, жүзімдерімізге жақсылап шашып шығамыз. Мінекей мына жүзімнің бері қапталынан да, ары қапталына екі жағынан да жақсылап шашып, кәдімгі шайып алғандай қылып жақсылап шашып шығамыз. Енді бұны өткендегі видеоларымда айтқандай да, жемістерге кешкі салқынмен осындай тынық ауа райында, жел жоқ күндері, жел жоқ кездері осындай шашу керек. Сосын және айта кететін жайт, бұл препаратты шашқаннан кейін мына жүзімдерді енді инструкциясында 24 сағат 1 суткіге дейін ұстамау керек, жемеу керек деп тұрыпты. Енді сонда да сақтық шараларын сақтап, енді бір 2 суткіге дейін
ұстап жемеген, ұстап көрмеген жақсы болады. Жүзімдерге тимеген жақсы. Балдарды байлау керек. Осыны препарат шыққаннан кейін бір жарым 2 суткіге дейін қолға ұстамаған жақсы бұл жемістерін. Қазір жақсылап екі жағына да шашамыз. Оны қазір бірге көреміз. 20 минуттай тұрды. Бұны енді шаша берсек болады. Ыдысқа құйып аламыз. Есейтірік. Оза. Екі жақсы құйып алдық. Мынау енді апискребатын өзіңізге ыңғайлы шашатын себетімен себесіңіз. Мінекей. Препаратымыз шашатын дайын. Енді себеміз. Мінекей осындай қылып, жүзімдеріңіз осындай болып өрмелеп тұрған болса, осындай болып, сырт жағынан да шашасыңыз, ар жағынан да, екі жағынан да жақсылап шашып шығуыңыз керек. Не осылай жақсылап бір шеттен қалдырмай шашасыз. Әдемілеп бір шайып алғандай қылып шашып шығу керек, барлық жеріне қалдырмай. Бұл енді жемістеріңіздің жағдай ауырып тұрған болса, өте жақсы көмегін тигізеді бұл препарат. Осындай қылып жақсылап шаша бересіңіз. Енді ішкі жағынан да шашамыз, мінекей. Ішкі жағынан да шашамыз, барлық жеріне қалдырмай, мына жемістерге де бәріне бір тегіс шашып шығамыз. Жүзімдеріңіз осы жаңағыдай солып, бүрсіп, ағып кетіп, жарамсыз болып қалып жатса, осы препарат жасаңыз, өте жақсы көмегін тигізеді. Аурудың алдын алуға, болдырмауына жақсы көмегін тигізеді. Нәтижесі өте жақсы. Мінекей. Бәріне шашып шығасыңыз. Енді бұны тек жаңағы айтқанымдай, шашып бәрін шашқаннан кейін препаратты бір жарым сутка бұл жүзімдерге тимеу керек, балаларды абайлау керек. Содан кейін пайдалана берсеңіз болады. Осылай жемістеріңізді, осы препарат ауырып тұрған болса, осы препаратты шашып, жүзімдеріңізді сақтап қалуға жақсы көмегін тигізеді. Каналға тіркеліңіздер достар. Видео ұнаса бір лайк баса кетіңіздер. Аман сау болыңыздар.